Абай облысында мысық өлтірген 26 жастағы жігітке сот үкімі шықты. Сот отырысында кінәсін мойындаған тұрғынға 90 сағатты қоғамдық жұмысқа тарту түріндегі жаза кесілген. Ведомство мәліметінше 26 жастағы ер адам түн ортасында пәтерден подъездің кіреберісі алаңына шыққан. Шылым шегіп тұрып ол баспалдақтан дәретке отырып қойған мысықты көрген. Ашуланған ер адам оны жазаламақ болады, алайда мысық қашып кеткен. Артынан қуып ұстап алып, оны тепкілеп өлтірген. Оқиға подъездегі бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Сот отырысында ер адам өзінің кінәсін мойындап мысықтың иесінен, яғни жәбірленушіден кешірім сұрады делінген хабарламада. Сот үкімі бойынша 26 жастағы жігітті 90 сағатты қоғамдық жұмысқа тартып, пробация есебіне қою керек. Қылмыстық атқару жүйесі департаментінің хабарлауынша, бүгінгі таңда ол Семей көшелерін тазалау жұмысына кірісіп кеткен. Ер адам Абай облысы бойынша Семей қаласының қылмыстық атқару жүйесі департаментінің орталық ауданының пробация есебіне қойылды. Қоғамдық жұмыстарды орындау үшін жергілікті атқарушы органға жіберілді. Оған жазаны өтеудің шарттары мен тәртібі түсіндірілді дейді орталық аудандық пробация қызметінің бастығы әділет майоры Асанәлі Диханов.